Қазақ ақыны көп болғанымен Абай біреу ақ. Абайы бар ел қай халықпен де терезесін теңестіре алады. Ертең 10 тамыз қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың туған күні. Бүгін ауылдық мәдениет үйі және ауылдық кітапхананың ұйымдастыруымен Абай мұрасы халық ұлағаты атты ұлы ақынның шығармашылығына арналған әдеби сазды кешіне қош келдіңіздер. Бүгін білесің, 10 тамыз Абай күні, Абайдың туған күні. 179 жасқа толып отыр екен. Шыңғыстау ауданында, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданында ірі феодал Құнанбай Өскенбайұлы мен оның әйелі Ұлжанның отбасында дүниеге келді. Терең де күрделі ойлар, шерлі жүрекпен шымырланып, толқып шыққан. Үлкен адамгершілік, қайраткерлік, оқымыстылық, биікке көтерілген ақын үні бірде айбарлы, бірде кетті, бірде мұңлы. Қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, біріқан бірімай болып енді. Қалды, соқыр мұқаутанымас тірі жанды, үсті басы аққыраутсыз соқ, басқан жері сықырлап келіп қалды. Еңбекпен етті ауыртпай, құр тілменен жиғаны. Өнімсіз іске шеп-шебер, майданға түспей не сөнер, сиырша тойса мас болып, өреге келіп секенер. Музыканың адам өміріне туғаннан бастап өлгенге дейін ілесе жүретінін аңғартып өткен ақын Абайдың музыкалық мұрасы қазақтың ұлттық өнері тарихында ерекше орын алды. Қазіргі уақытта Абайдың 27 әні және оның 36 нұсқасы нотаға түсірілген, арнаға келді және ән өнерімен байыта отырып, өзіндік жаңалық із салды. Абай өлеңдеріне Мұқан Төлебаев, Садық Мұхамеджанов, Ғазиза Жұбанова, Нұрғиса Тілендиев сияқты композиторлар әндер мен романстар жазды. Жұрт білмеп, жұрты сүйген нәрсені олда сүймеп. Ішін беріп көп нәпсіге тыйылысы, пансымай, жазықсымай ірі жүрмеп. Сасқаныңды көрсетпей ешкімге бір. Әрнеге өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жер тауып артқыға. Сіз сөзін әсері адам тұлуына, кісінің сөзін құшақ өзім, қайсыған зәп тұғылуына. Сезімпаз көңіл жылы жүрек. Білсе, бүгінгі ұрпақ оны сонша құрметпен сүйіп отыр. Өйткені бүгінгі ұрпақ көзі ашық, ғылымға, білімге, өнерге құмар. Абай атамыздың атаңның баласы болма, адамның баласы бол деген өсиетін көкірегімізде нық сақтайық. Осындай тылсым күштің иесі бола білген, құлақтан кіріп бойдалған даналықтың иесі Абай атамыздың есімі ел есінде мәңгілік сақталады. Осымен бүгінгі әдеби сазды кешімізді аяқтай отырып, әрі қарата ауылдық кітапханада Абай дара, Абай дана атты кітап көрмесімен жалғасады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.